Ассалаумағалейкум жекпе-жек сүйер қауым, зерін бірге азамат, және бүгін біз Қазақстанның ең үздік жауынгері туралы сөз қозғайтын боламыз. Осы жылдың соңына дейін Шавкат Рахмонов пен Камару Усман арасындағы жекпе-жекті көруіміз әбден мүмкін. Бұл айқас туралы өткен жылы келіссөздерді UFC шығарған болатын. Кейін Усманның өзі байланысқа шығып, бүкіл ызамен Шавкатты құрмет көрсете алмайды деп, қайта оралғанда барлық жексұрындармен кездесуге дайынмын деген еді. Барлық жексұрындардың арасына Шавкатты да қосты. Сондықтан бүгінгі видеода біз осы жекпе-жек жайлы айтатын боламыз. Қашан болады және қалай өтеді деген сұрақтарға жауап беріп, қалай Шавкат қартайған Усманды пенсияға жіберетіні туралы сөз қозғайтын боламыз. Кеттік! Достар, біздің арнамыз күннен күнге дамып, көрермендер саны көтеріліп келе жатыр. Бұның барлығы сіздердің арқаларыңыз. Сол үшін сіздерге мыңда бір алғыс. Осы видеоға да қолдауларыңызды көрсетіп, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Ең алдымен неге бұл жекпе-жек болуы керек деген сұраққа жауап берейін. Мен де, сіз де Шавкат Рахмоновтың бірден чемпиондық белбеуі үшін Леон Эдвардспен айқасқанын қалаймыз. Алайда Леон Эдвардс Билал Мұхаммедке қарсы UFC 304 турнирінде жекпе-жек өткізеді. Шавкаттың айтуы бойынша бұл айқастың сақтандырушы жауынгері болғысы келмейді. Себебі Шавкат бекер дайындалудың орнына бірден жекпе-жек өткізгенді қалайды. Потенциалды қарсыластар жайлы сөз қозғасақ, таңдау көп емес. Колби Ковингтон Шавкатпен өліп кетсе де шықпайды. Джек Делла Мадалена жарақат алып қалды, ал қалғандары бос емес. Сондықтан Шавкат Рахмонов пен Камару Усман арасындағы жекпе-жек барлығына қолайлы. Камару Усман жартылай орта салмақтағы UFC экс-чемпионы. Белбеуді қатарынан 5 рет қорғап, 6-шы айқастың соңында Леон Эдвардстан ауыр нокаутқа түсіп, чемпиондығынан айырылып қалды. Бұдан соң Камару Усман тағда бір рет Леон Эдвардстан жеңіліп, өткен жылы Хамзат Чимаевқа есе жіберді. Қатарынан 3 жеңіліс сериясына келе жатқан Усман чемпиондық айқастан шығып кетті. Сондықтан қайта оралу үшін міндетті үміткерлердің бірімен жекпе-жек өткізгені дұрыс. Жартылай орта салмақта тек бір ғана міндетті үміткер бар. Ол Шавкат Рахмонов. Ал Шавкатқа бұл жекпе-жек бірнеше пайда алып келеді. Ең алдымен медиа. Камару Усман осы салмақтағы ең басты жұлдыз. Бұндай жауынгермен жекпе-жек өткізсең, өзіңе керек жанкүйерлер мен медиа алаңындағы хайпты тарта аласың. Екіншіден, бұрынғы чемпионды жеңсең, бірден келесі альтернативсіз міндетті үміткер боласың. Бұл қағида ММА-де және бокста жұмыс жасайды. Сондықтан бұл жекпе-жек барлық жағынан Шавкат Рахмоновқа үлкен пайда алып келеді. Камару Усман туралы сөз қозғайық. 36 жастағы Камарудин Усман UFC-дің жартылай орта салмақтағы басым чемпионы болып, ұзақ уақыт бойы pound for pound үздік жауынгерлер тізімін басқарып жүрді. UFC-дегі мансабын бастамас бұрын The Ultimate Fighter реалити шоуының 21 маусымында чемпион атанды. Камару Нигерия елінің Аучи қаласында дүниеге келді. Және бірден қызықты факт. Усманның да, Шавкаттың да жақын туыстары ММА-де өнер көрсетеді. Камарудың інісі Мұхаммед Усман UFC-де 3-1 рекордына ие. Ал Шавкаттың қарындасы Сора Рахмонова 4-1 рекордымен өткен жылы Дана Уайт үміткерлер сериясында өнер көрсетуді жоспарлаған. Алайда жарақат алуына байланысты жекпе-жекке шықпады. Усманның әкесі Мұхаммед баласы 2 жаста болғанда жақсы өмір үшін Америкаға көшіп кеткен. Сонда медицинамен айналысып, бүкіл отбасын Нигериядан алып кетті. Солай жылдар өте Мұхаммед 2 беделді компанияны құрып, отбасын асырай бастады. Алайда 2010 жылы Камарудың әкесін алаяқтыққа айыптап, Америка билігі 15 жылға түрмеге отырғызды. Солай баласының UFC-дегі жекпе-жектерін сол жақтан көріп бастады. 2019 жылы чемпион болмас бұрын Камару өзінің жекпе-жектерін pay-per-view, яғни ақылы трансляцияларға қоймауын сұрады. Себебі әкесі отырған түрмеде бұндай жекпе-жектер көрсетпейтін. 2020 жылы әкесі уақытынан бұрын бостандыққа шыққасын, 2021 жылы өзінің кезекті чемпиондық айқасынан соң белбеуін әкесіне сыйлады. Спорттағы алғашқы қадамын мектеп оқып жүрген кезде күрестен бастады. Алайда өмірі басқа жолмен кетіп қалуы мүмкін еді. Себебі басында Камару футболмен айналысқан. Бірақ тізесіне алған жарақаты футболдық мансабының ары қарай дамуына кедергі болды. Болашақта дәл осы жарақат өз рөлін ойнап кетеді. Жоғары сынып оқушысы ретінде күресте 53-3 рекордына ие болған. Осының арқасында Усман Небраска университетіне спорттық грант ұтып алып, студенттер арасында NCAA чемпионатының қатарынан 3 рет үздік атанды. Бұл жарысқа студенттерден басқа олимпиада жүлдегерлері де қатысады. Сондықтан бұндай жоғары сапалы бәсекеде қатардан 3 рет үздік атану керемет нәтиже. Дәл осы NCAA чемпион атанған бірнеше
UFC аңыздарын білеміз. Кейн Веласкес, Дэниэль Кормье, Джон Джонс және тағы басқалары. 2010 жылы ұлттық чемпионатта жеңіске жетіп, Американың Олимпиада құрамына шақырту алды. Бірақ студенттер арасындағы әлем чемпионатында тек қана 8-ші орынды иеленді. Дәл осы турнирде грек-рим күресінен Айсұлтан Байзақов атты қазақ палуаны күміс жүлдегері атанды. Bir жыл өткен соң Камару Усман The Ultimate Fighter реалити шоуына қатысып, Джейсон Миллердің командасында күрес бапкері рөлін атқарды. Дәл осы жерде алғаш рет ММА-мен айналысып, өзінің боксын қоя бастады. Сол жыл өткен Олимпиадаға іріктеуде жеңіліс тапқасын, толығымен аралас жекпе-жекке ауысты. Күреспен айналысқанда 84 кг дәрежесінде өнер көрсеткен. Сол үшін Инстаграмындағы аты Усман 84 кг деп аталады. Жаңа спорттағы мансабын 77 келі салмақта бастаған еді. Ең алғашқы жекпе-жегін 2012 жылдың соңында RFA 5 турнирінде өткізді. Қарсыласы болып, әуесқойлар арасында жақсы өнер көрсетіп, чемпион атанған Дэвид Гловер шықты. Бұған қарамастан Усман алғашқы раундта қарсыласын күресімен мыжып, екінші раундта техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Келесі жекпе-жегін 1,5 жыл бойы күткен еді. Себебі оған қарсы ешкім шыққысы келмеді. Дайындықтар мен тамағына ақша жетпегесін, командаласы бұрынғы UFC чемпионы Рашад Эванстың қол астында өмір сүрді. Сондықтан қысқа мерзімде 3-3 рекордымен келе жатқан Хосе Касареспен шығуға мәжбүр болды. Жекпе-жектің басында бірден аяққа кіріп тейкдаун жасады. Бірақ қарсыласы менсінбеген үшін арқасын беріп қойып, қылғындыру әдісімен жеңіліп қалды. Осыдан кейін Камару Усман джиу-джитсуға үлкен көңіл бөліп, ММА жауынгері ретінде дами бастады. Бұның арқасында қатарынан 4 рет уақытынан бұрын жеңіске жетіп, The Ultimate Fighter реалити шоуының 21 маусымына шақырту алды. Айтып кететін жайт, бұл реалити шоуға 16 жауынгер қатысып, жеңімпазы UFC-мен тікелей келісімшартқа қол жеткізеді. Шоудың 21 маусымында Флорида штатының 2 басты ММА залы айқасты: American Top Team және де Black Zillions. Усман екіншісінің көшбасшысы болып, 2 жеңістің арқасында финалға шыққан еді. Оған қарсы American Top Team командасынан Хайдар Хасан шықты. Жекпе-жектің алғашқы раундында біраз рет тейкдаун жасағанымен, екінші раундта ауыр соққы өткізіп алды. Дегенмен, өзіне керек тейкдаунды тауып, қылғындыру әдісімен жеңіске жетті. Солай 21 маусымның чемпионы атанып, UFC-мен келісімшартқа қол жеткізді. Ал Камару Усманның нигериялық қорқыныш атты лақабаты бүкіл әлемге алғаш рет естілді. UFC-ге қосылғасын алғашқы қарсыласы болып 2-1 рекордымен келе жатқан британдық жауынгер Леон Эдвардс шықты. Бүкіл жекпе-жек бойы Камару Усман күресіп, төрешілердің бір ауыз шешімімен жеңіске жетті. Бұл жеңілістен соң Леон Эдвардс 1-1 рет жеңілмей, қатарынан 12 жекпе-жек бойы жеңіске жетіп, UFC чемпиондығына қол жеткізді. Ал Камару Усман тағы да 2 рет жеңіске жетіп, жартылай орта салмақ дәрежесінің рейтингінде 11-ші орынға көтерілді. 2017 жылдың көктемінде Камару Усман болашақ UFC чемпионы Шон Стрикландпен кездесті. Жекпе-жекте Усман дәстүріне сай күресіп, соққылар тастап жүрді. Соның бірінде Стрикландты нокдаунға түсірген еді. Алайда жекпе-жекті аяқтай алмай, төрешілердің шешімімен өзінің 5-ші жеңісіне қол жеткізді. Ары қарай UFC рейтингінде көтерілудің орнына 13-ші орынға түсіп кетті. Ал оның орнын болашақ қарсыласы Колби Ковингтон басты. 2017 жылдың соңында Камару Усман 8 жекпе-жек бойы жеңілмей келе жатқан Серхио Мораеспен кездесті. Бұл кездесуде Усман қарсыласын басына нокдаунға түсіріп, кейін дәл соққымен ұйықтатып тастады. Мұндай керемет жеңістен кейін атышулы қарсыластың орнына No Name проспектпен кездесті. Эмиль Мик атты норвегиялық жауынгер UFC-де бір ғана жекпе-жек өткізіп, 2 жыл бойы октагонға шықпаған еді. Бұл жекпе-жекте Камару Усман өзіне сай күресте мыжып, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Алайда соңғы раундтарға таман аренадағы көрермендер қанағаттанбай, бұндай қызықсыз жекпе-жек үшін гуілдеп боқтап тастады. Бұдан соң 2018 жылдың соңында Камару Усман алғаш рет UFC Fight Night турнирін басқаруы керек еді. Алайда оның қарсыласы Сантьяго Понзиньебио жарақат алып, оның орнына жартылай орта салмақ дәрежесінің рейтингінде 5-ші орында орналасқан Демиан Майя шықты. Бразилдік жауынгер Усманға тейкдаун жасаған алғашқы атлет болатын. Бұған қарамастан Усман жекпе-жектің 4-ші раундында жеңіске жақын болған еді. Дегенмен, төрешілердің шешіміне жетіп, UFC-дегі 8-ші жеңісіне қол жеткізді. Келесі қарсыласы болып жеңіл салмақтың бұрынғы чемпионы Рафаэль Дос Аньос шықты. Өзінің соңғы жекпе-жегінде Дос Аньос жартылай орта салмақтағы уақытша чемпиондық белбеуі үшін Колби Ковингтонмен кездесіп, жеңіліп қалған еді. Камару Усманмен болған жекпе-жекте Дос Аньос өзін жақсы көрсетіп, алғашқы раундтарда өз қоржынына алды. Бірақ 3-ші раундтан бастап Усман намысты қолдан бермей 12 тейкдаунның арқасында сенімді жеңіске жетті. Осы жекпе-жек үшін Камару Усман алғаш рет бонусқа ие болып, чемпиондық айқасқа қол жеткізді. 2019 жылдың наурызында UFC 235 турнирінде Камару Усман жартылай орта салмақтың чемпионы Тайрон Вудлимен кездесті. Бұл кездесуде Усман қарсыластан 3-4 есе басым түсіп, өзінің ең үздік жекпе-жегін өткізді. Тіпті бұған дейін Тайрон Вудли тейкдаундардың 95%-нан қорғанып жүрген. Ал бұл жекпе-жекте Усман атты танктың астында қалып қойды. Солай төрешілердің шешімімен Камару Усман жартылай орта салмақтың чемпионы атанып, UFC тарихындағы
алғашқы африкандық чемпион болды. Чемпиондық белбеуін алғаш рет қорғағанда Колби Ковингтонмен кездесті. Жекпе-жек басында Ковингтон көп сөйлеп, аналитика студиясында Османмен қақтығыс жасаған еді. Сол кезде нигериялық жауынгерді қатын және өтірік чемпион деп, кезіндегі Касарестан болған Османның жеңілісін еске алды. Екі жауынгер UFC 244 турнирінде кездесуі керек еді. Алайда Ковингтон аз ақша үшін жекпе-жек өткізуден бас тартып, гонорарын көтеруді талап етті. UFC келісі бұл жекпе-жекті бір айға кейін ауыстырды. Қандай қаста екі жауынгер барын салып, нағыз соғысты көрсетті. 5-ші раундтың алдында төрешілер тең нәтиже көріп тұрған еді. Бірақ Осман бар жігерін қолдарына жинап, техникалық нокаутпен жеңіске жетті. Осыдан кейін бірнеше ай бойы дивизион тып-тыныш күйде болған. Колби жарақаттарын емдеп, өзіне қайта оралу үшін үзіліс алды. Леон Эдвардс жекпе-жек өткізбей, ешкімге қызық болмады. Ал Масвидаль гонорарының көтерілуін талап етіп, барлық ұсыныстардан бас тартып жүрді. Ақыр соңында 2020 жылдың басында жеңіл салмақтан көтеріліп, Демиан Майя мен Тайрон Вудлиді жеңген Гилберт Бернс барлығын озып, чемпиондық айқасқа қол жеткізді. Алайда ковидпен ауырып жекпе-жекке шыға алмады. Оның орнына 6 күндік ұсыныспен қатардан 3 жеңіс сериясына келе жатқан Хорхе Масвидаль шықты. Сол кезде Даррен Тиллді құлатып, Бен Аскренді ең тез нокаутпен жеңген еді. Кейін Нейт Диазды техникал нокаутпен жеңіп, BMF белбеуінің иегері атанды. Масвидальдың жұлдыз болғаны сонша, UFC 251 турнирінде рекордты 1,3 миллион pay-per-view сатылды. Жанкүйерлер қандай қасты күткенімен Осман күресіп, аяғын басып, турнирдегі ең қызықсыз жекпе-жекті көрсетті. Осы үшін Осман үлкен хейтпен кездесіп, көрпе лақабатына ие болды. Дегенмен, бұл жекпе-жектің арқасында Камару Осман жартылай орта салмақ дәрежесіндегі ең ұзақ жеңіс сериясына шықты. Келесі қарсыласы болып өзімен бірге дайындалып жүрген Гилберт Бернс шықты. Екеуі 8 жыл бойы бірге дайындалып, 200 раундқа жуық спаррингтер өткізіп тастаған еді. Сондықтан өз еркімен Килл Клифф залы мен мансабының басынан келе жатқан бапкері Генри Хоффтан кетті. Бұдан басқа Килл Клифф залына басқа да жартылай орта салмақтағы UFC жауынгерлері келе бастады. Өзінің мықты және осал тұстарын көрсетпеу үшін Колорадо штатына көшіп, ойын экспорт залының қалаушысы Тревор Уитманмен жұмыс істей бастады. Сол кезде Тревор тек қана екі жауынгерді дайындайтын, Джастин Гейджи және де Роуз Намаюнас. Екі жауынгерде UFC чемпионы атанғасын мыңдаған MMA жауынгерлері Уитманның қол астында дайындалғысы келген. Алайда бапкер тек қана жартылай орта салмақ чемпионы Камару Османды ғана алды. Жаңа командада жаңа Османды көре бастадық. Нигериялық жауынгердің соққылары жаңа деңгейге шығып, арсеналы көбейді. Солай, UFC 258 турнирінде Камару Осман Гилберт Бернспен кездескен еді. Жекпе-жектің басында Бернс ауыр соққымен Османды нокдаунға түсірді. Бірақ, екінші раундтан бастап нигериялық жауынгер барын салып, қарсы шабуылда Бернсті құлатты. Кейін, үшінші раундта осы тәсілін қайталап, ауыр нокдауннан кейін жоғары сатыдан соққылар тастап, жекпе-жекті аяқтады. Кезінде 6 күндік ұсыныспен жекпе-жекке шыққан Хорхе Масвидаль тақырбаспен UFC-ден реванш сұраған. Компания бұған келісіп, екі жауынгер арасындағы айқасты UFC 261 турниріне қойды. Жекпе-жек алдында Масвидаль Османды бокс мектебіне апарып, нокаутпен жеңемін деп сөз берген еді. Алайда, жекпе-жекте Осман соққылармен Масвидальды ауыр нокаутқа түсіріп, өзінің жоғары деңгейдегі чемпион екенін дәлелдеді. Бұдан соң, 2021 жылдың соңында UFC 268 турнирінде Камару Осман Колби Ковингтонмен реванш өткізді. Жекпе-жек алдындағы пресс-конференцияда екі жауынгер бірін-бірі боқтап, нокаутқа түсіруге сөз берген. Айқаста жаңа деңгейдегі Камару Осман өзін жақсы көрсетіп, раундтарды өз қоржынына ала бастады. Бірақ Ковингтон берілгісі келмей, әр кезде жауап беруге тырысып жүрді. Тіпті 2 раунд алып, 5-ші раундта жекпе-жекті аяқтауды көздеген. Алайда, Камару Осман бұлмен келіспей, толықтай шабуылға көшкен Ковингтонды қарымта шабуылда жазалап жүріп, төрешілердің шешімімен жеңіске жетті. Дәл осылай Камару Осман чемпиондық белбеуін 5-ші рет қорғап, Жорж Сен-Пьердің рекордына бір ғана жекпе-жек жетпей тұрды. 9 ай өткен соң Солт Лейк Сити қаласында UFC 278 турнирінде Камару Осман Леон Эдвардспен кездесті. Арғы 2015 жылы болған бірінші жекпе-жекте нигериялық жауынгер Эдвардстың талқанын шығарып жеңіске жеткен еді. 7 жыл өткен соң екі жауынгерде үлкен жеңіс сериясына шыққан. Леон Эдвардс 9 рет жеңіске жетсе, Камару Османның сериясы 15-ке дейін жетті. Жекпе-жектің алдында ешкім Леонға сенбей Османның жеңісін күткен еді. Және де олардың болжамы дұрыс болды. 5-ші раундтың алдында Камару төрешілердің жазбаларында 3-1 есебімен алда болатын. Аренада отырғандардың барлығы нигериялық жауынгердің жеңісін күтіп отырған. Тіпті UFC-дің бұрынғы чемпионы Генри Сихуда Османның менеджері Али Абделазизді құттықтап жатқан еді. Бірақ жекпе-жектің соңына 56 секунд қалған кезде Леон Эдвардс дәл хай-кикпен Камару Османды ауыр нокаутқа түсірді. Дәл осылай Леон
жартылай орта салмақтағы жаңа чемпион атанды. Жарты жыл өткен соң Лондон қаласындағы UFC 286 турнирінде Камару Усман Леон Эдвардспен үшінші жекпе-жек өткізді. Жекпе-жек алдында 35 жастағы Усман тізелерінің ауыр жағдайда екенін айтып, мансабын аяқтауды көздеген. 2019 жылы қатарынан 5 рет ота жасатып, 3 жыл бойы жүгіре алмады. Дегенімен, Эдвардспен болған жекпе-жекте барлығы оны фаворит ретінде көрген. 5 раундқа созылған ауыр жекпе-жекте төрешілердің бөлінген шешімімен Леон Эдвардс жеңіске жетіп, чемпиондық белбеуін сақтап қалды. Бұдан соң ұзақ уақытқа үзіліс алып, жылдың соңында 10 күндік ұсыныспен UFC 294 турнирінде Камару Усман Хамзат Чимаевке қарсы шықты. Бұл жекпе-жектің алдында Усман аяғын сындырып алып, ұзақ уақыт бойы өзіне келе алмай жүрді. Ал ұсыныс түспес бұрын біраз күн алды Миландағы сән көрсетіліміне қатысқан. Дегенімен, жекпе-жектің алғашқы раундын беріп қойғанына қарамастан, екінші және үшінші раундтарда айқасып, біраз сұрақтар қалдырды. Ақыр соңында төрешілердің бөлінген шешімімен Хамзат Чимаевқа есе жіберді. Дәл қазір Камару Усман жарақаттарынан емделіп, Pound for Pound атты подкастты жүргізеді. Ал енді техникалық талдауға көшейік. Камару Усманның базасы күрес. Бірақ жоғарыда айтып кеткенімдей, тізелеріне алған жарақаттың кесірінен толығымен күресе алмайды. Бұны біз соңғы 2 жекпе-жегінде байқаған едік. Ал күресші Шавкатқа қарсы шыққан үлкен қате. Усманның геймпланы мынадай: октагонның ортасын алып қысым көрсету, торға жақындатып клинчтен ары қарай күреске көшу, тейкдаун болмаса да соққы тастап, әрдайым қозғалыста болу. Сондықтан Усманмен жекпе-жекте бір орында тұрып қалмай, футворкқа үлкен көңіл аударған жөн. Шавкат Хамзат Чимаев немесе Ислам Махачев тәрізді күресетін жауынгер емес. Оның басты күші грэпплинг. Шавкатқа тоқтамастан тейкдаун жасау берудің қажеті жоқ. Уақыты келген кезде өзінің мүмкіндігін қолданып, кез келген жерден қиналмай қылғындыру әдісіне шығып кете алады. Джефф Нилге қарсы жекпе-жекте еске алсаңыздар болады. Сол кезде Шавкат 5 раунд бойы соғысып, кішкентай бала секілді артынан қылғындыра салды. Ал қарсыласының аяққа кіргенін қарымта шабуылдап, гильотинаға шыға салады. Бұны біз Алекс Оливейра мен Нил Мэгниге қарсы жекпе-жектерде көрдік. Түк тұрып соққы алмасы туралы сөз қозғайық. Камару Усманды Тревор Уитман ауыр соққыға ие күресетін көрпеден соққылары қойылған жоғары деңгейдегі ММА жауынгеріне өзгертті. Бірақ бұл қаншалықты жоғары деңгей? Түсініксіз. Біз Масвидаль, Ковингтон және Бернсқа қарсы жекпе-жектерді көрдік. Алайда олардың барлығы Усманға ұқсас жауынгерлер. Олар Шавкаттың өлшемінен біраз есе кішкентай. Ал Усманның Эдвардс пен Чимаевқа қарсы жекпе-жектерінде ауыр соққылары тіпті атымен көрінбеді. Сондықтан Камару Усман Шавкат Рахмоновқа қарсы тұра алмайды. Менің ойымша Шавкат Рахмонов Камару Усманның бытшысын шығарады. Күрескен кезде қылғындырып, соққы алмасқан кезде нокаутқа түсіреді. Усман чемпиондыққа қол жеткізген, қарны тоқ, ақшаны ғана көздейтін жауынгер. Ал Шавкат чемпиондықты көздеп, берген әр қарсыласын уақытынан бұрын жеңіп келеді. 18-0, 8 нокаут және 10 сабмишн. Сондықтан Шавкат қартайған шалды пенсияға жіберіп, мансабын аяқтауға мәжбүр қылады. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл жекпе-жек жайлы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, осы видеомен достарыңызбен бөлісіп, қазақ тіліндегі контентті бірге дамытайық. Сіздермен бірге болған Азамат, сау саламатта көріскенше, сау болыңыздар.